Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Чузеза. Бүгінгі уақытта Каспий перевод алаяқтық схема шыққан болатын. Мен сізге сол туралы айтып берейін. Ол қалай? Жаңағы сіздің Каспийіңізға танымайтын нөмірден үлкен суммада ақша келеді. Мысалы 100 мың дейік. Одан кейін сіз түсінбейсіз ол қайдан келгенін. 10-15 минуттан кейін сізге қоңырау шалады. Танымайтын кісі айтады: мен сізге номер жіберемін, сол номерге өтініш осы ақшаны салып жіберіңізші, байқамай салып жібердік деп. Ондай уақытта ақша салып қажеті жоқ. Ондай уақытта сіз банктың өзіне хабарласып, міне маған осындай номерден жаңағы ақша келді, отмените перевод, немесе өздеріңіз салып беріңіздер деп айтыңыз. Себебі ол алаяқтар болуы мүмкін. Олардың қандай схемада жұмыс істейтінін біз де білмейміз, бірақ та мынандай жағдай болған: хабарласады, мен ақшамды қайтарып беріңіз деп, осы номерге деп, жаңағы адам ақшаны аударып жібереді. Сол кезде басқа банктен, басқа жаңағы мекемелерден хабарласып, сіз мошенниктің сообщникісіз деп айтуы мүмкін. Что случилось? Буквально 5 минут назад вы переводили 4900 рублей на некого Антона Тымина. Сондықтан да ондай ақша түскен кезде банктың өзіне хабарласып, айтыңыздар: осындай ақша түсті, отмените перевод деп. Аман сау жүздескенше сау болыңыздар.